Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге бір жақсы жаңалық туралы сүйінші берейін деп отырмын. Бір 3-4 апта болды ғой деймін. 3-4 апта бұрын әлеуметтік желіде қазақша жаз деген бір жобамен кездесіп қалдым. Маған шынымды айтсам қатты ұнады. Олардың әдістері, олардың қалай айтайын, стильдері ше, өздерінің стильдері маған қатты ұнады. Бұл менің қуанғаным осы біздің енді қазақ ұлтының тіл күресіне жаңа фронт ашылды да, тіл майданында бір жаңа фронт ашылды деп мен қуанып отырмын. Енді ескертіп кетейін, кейбіреулер енді дұрыс түсінсін. Біздің майдан дегеніміз, фронт дегеніміз бұл мәдени күрес қой. Ешқандай қару, соғыс туралы айтып отырған жоқпыз. Қазақша жаз жобасы маған қай жағымен ұнады. Енді мынандай ескертіп кету керек міндетті түрде. Әркімнің өз әдісі бар. Мысалы үшін менің өз стилім бар, иә? Қуат Ахметов бауырымыздың және оның сарбаздары деймін ғой, сол тіл майданының сарбаздарының, мәдениет сарбаздарының өздерінің стилі бар, иә? Олардың бір қолында заң, екінші қолында смартфон. Олар мықты әдіспен олар күресіп жатыр. Көптеген жеңістерге жетті. Сол тіл майданның ауқымы кеңейген сайын одан да жақсы жеңістерге мен жететіндеріне сенімдімін. Мен қолдаймын Қуат Ахметовті, тіл майданын. Мінекей Роза апамыз Павлодарда 17-18 жылдан бері жалғыз өзі күресіп жатыр. Жалғыз өзі күресіп келе жатып, өзінің әдісі бар, өзінің бір стилі бар. Маған қатты ұнайды. Енді Астанада Жасұлан Иса мырза бар, заңгер, оның өзінің әдістері бар. Енді күрес дегеніміз не ғой? Енді бұл елордада адамға жол бермейді, еді. Күрес дегеніміз ол бірге істейтін жұмыс қой, бірге істейтін жұмыс, және бір механизмде қандай, мысал үшін көптеген бір-біріне ұқсамайтын бөлшектер болатын болса механизмде, кез келген бір механизмде, тіл күресінде де бір-біріне ұқсамайтын, бірақ бір мақсатқа бағытталған әрқандай әдістер болу керек. Мұнан біреу жақсы, екіншісі жаман деп айтуға болмайды. Қанат Тасыбеков мырза бар, мысал үшін, өзінің әдістемесі мен орыс тілді азаматтарға қазақ тілін үйретіп келе жатқан көп жылдардан бері, ол да бір тіл күрескері деп есептеймін. Қазыбек Иса ағамыз бар, өзінің қазақ үні газетінде тілге қатысты әрқандай мәселелерді көтеріп жүрген, және ұлттық кеңес мүшесі болғаннан кейін енді саясатшылардың арасында бұл мәселені көтеріп жүрген. Көрдіңіз бе, оның саласы бөлек. Әркімнің тіл үшін, ана тіліміз үшін, түркінің аманаты қазақ тіліміз үшін жасайтын бір қызметі бар деп мен есептеймін да. Әркімнің өзінің стилі бар. Мұнан мен қайта-қайта шаршамай ескертем. Енді сіздерді айып етпеңіздер. Қуаттыкі жақсы, Роза апайдікі жаман. Мысал үшін енді. Немесе Қанат Тасыбековті жақсы, Қазыбек Исаныкі жаман деп айтуға болмайды. Әркімнің өзінің әдісі бар. Бәрі мен үшін өте қымбатты әдістер осылар. Көлікті қойып, мен дұрыстап сөйлесейін сізбен. Енді осылардың бір ретінде қазақша жаз жобасының қатысқанына мен өте қуаныштымын. Өйткені олардың әдісі маған не үшін ұнады?
Олар біріншіден мен оларды Инстаграмнан көрдім. Егер басқа жерден де сіз көріп жүрген болсаңыздар, жазыңыздар да астына, басқа қай жерде бар олар. Мен оларға бір хабарлама жаздым, маған жауап берген жоқ, мүмкін көрмеген де шығар деп ойлаймын. Жауап берсін, бермесін, мүмкін мені олар жақтырмайтын шығар, ол да болуы мүмкін. Бірақ мен оларды қолдаймын. Қуатты да қолдаймын, Роза апайды да қолдаймын, Қазыбек Исаны да, Жасулан Исаны да. Кім болса, мен аттарын ұмытқан басқа да тіл күрескерлер бар ма? Сол мен білем ғой, бірақ та енді аттарын атамай қалсам, олар ренжіп қалуы мүмкін. Пікірлер бөліміне жазып қойыңыздар. Сіз танитын, білетін, белсенді түрде күресетін басқа қандай тіл жанашырлар бар? Қазақша жаз жобасы әлеуметтік желіде, мен оларды Инстаграмнан көріп жүрмін деп айттым ғой. Әлеуметтік желі арқылы күресіп жатыр. Біраздан кейін үйге барғанда сіздерге көрсетемін телефоннан. Бір 5000-ға жақындаған олардың жазылушылары бар. Негізі өте аз, сол үшін мен сіздерді оларға жазылуға шақырамын. Біріншіден, олар күн сайын бір нысан белгілейді. Бір нысан белгілейді да, мысалы үшін Инстаграмда парақшасы бар компанияларды белгілейді. Сосын сол жерге шабуыл жасайды. Шабуыл дегенде қайтадан мен дұрыс түсінсем, бұл мәдени шабуыл, әрине. Мәдени шабуыл жасайды. Барады да, сол аккаунттың ең соңғы постына барады да, қолданушылар ше, барады да біріншіден сол брендті мақтайды. Шынымен де өте сапалы, не деген керемет жаңалық, не деген жақсы қызмет, мен сіздерді қолдаймын, сіздердің тұтынушыларыңыз болғым келер еді, бірақ неге сізде қазақша жоқ? Егер әлеуметтік желідегі аккаунттарыңызға қазақша нұсқасында қоятын болсаңыздар, мен осыдан кейін сіздердің тұрақты тұтынушыларыңыз болам деп жылы сөзбен, кейде қалжыңдасып, әзіл айтып дегендей ше, сөйтіп ескертеді. Бірден, мысалы үшін, бүгінгі нысанымыз мынандай компания дегеннен кейін сол посттың асты жүздеген тіл жанашырларының пікірлерімен толып кетеді. Ол өте керемет. Сосын амалсыздан олар жазған адамдарға жауап береді. Сосын күлімсіреп жауап береді да. Ашуланбайды, бүйтпейді да олар, мысалы үшін. Сендер неге қазақтың тілін қорлап жазсыңдар? Неге қазақшасы жоқ мына жерде? Ұяттарың бар ма деп ұрыспайды да. Көрдіңіз ба? Бұл өте әдемі әдіс деп мен есептеймін. Сол үшін қазақша жаз жобасының авторын, немесе авторларын, олар бір адам ба, бірден көп адам ба, соны білмеймін, шынымды айтсам. Білетін адамдар болса, мен достарымнан пікірге жазып қойыңыздаршы, мен оларды білгім келеді. Олар бір адам ба? Мүмкін бір адам шығар, өйткені көп ұлт жауларының көз жетпейді да, бір адам осына бір нәрсені бастай алмайды деп ойлайды. Өйткені өздері бастай алмайды ғой. Олар, мысалы үшін, кешіріңіздер, бірақ ит, қалай мысалы үшін басқа иттермен жүретін болса, олар ойлайды да, бір адам көп нәрсені өзгерте алмайды деп ойлайды. Өздері солай ғой, ит мінез өздері өткені. Бірақ біз көкбөрі ұрпағымыз, көкбөрі ұрпағы бір адам болса, бір бөр болса да, көп нәрсені жалғыз өзі тындыруы мүмкін. Қазақша жаз жобасы бір адамнан тұра ма? Әзірінше енді авторлары бірнеше адам ба? Олар да маған хабарлассын, басқа да мен қолымнан келетін, егер көмек болатын болса, мен көмектесуге дайынмын. Олардың жақсы әдісі баратта жақсы әдемі тілмен ескертеді, және де ашылғанына әлі аз уақыт болғанына қарамастан көптеген жетістіктерге жеткендерін мен өзім білемін. Кеттік онда, үйге барайық, мен сізге үйден көрсетейін. Достар, бірінші Инстаграмға кіреміз, іздеу бөліміне қазақша жаз, қазақша нүкте жаз деп жазамыз. Өкінішке орай әлі 4316 тіркелушісі бар екен. Қазақша жаз қозғалысының негізгі ережелерін оқиық па? Желіде қазақ тілінде ақпарат беруді Қазақстанда жұмыс істейтін трансұлттық компаниялар, мемлекеттік мекемелер және халықаралық ұйымдардан ғана сұраймыз. Қазақша талап ету
дөрекі болмау керек. Пікір жазғанда бұйрық рай, леп белгісі, дәу әріп қолдануға болмайды. Пікір жазғанда компания ұжымына ақыл айтып, кеңес беруге болмайды. Ешкімнен ешқашан ешқандай жағдайда ұрысуға болмайды. Қозғалыс пікірлерін ұқсас пікірлерді лүпілдеп отыру керек. Парақшаларда ұсынылатын тауар қызметтер жайлы сұрақтарды қоюға болады. Біз саяси бейтараппыз және саяси ұйым емеспіз. Ең дұрыс жақтарының бірі осы. Біздің ең басты стиліміз сыпайылық. Өте керемет. Қазақша жаздың іс-шараларының бір мысалды көрейік. Мысалы үшін бүгін не деп жариялапты? Бүгінгі нысан депті. Mercedes-Benz KZ сайты. Бұған кіресіз да, мысалы үшін сіз осыған жазылғаннан кейін мәдени шабуыл жасайсыз, бірақ өте сыпайы түрде. Не істеу керек? Mercedes парақшасына жазылып, бірнеше жазбасына лайк басу, төмендегі постқа сыпайы пікір жазу. Постқа кіріп көрейік. Өздеріңізде көріп отырғандай, пост тек қана ресей тілінде жазылған. Қазақша жаз жобасының тіркелушілері қандай пікірлер жазыпты көрейік. Мысалы үшін мынаны көрейік. Мейер Мерхамет. Құрметті Mercedes-Benz KZ. Қазақ тілді тұтынушылардың бар екенін естен шығармай, тұрақты түрде қазақшада жазуларыңызды сұраймын. Белла Уорманбет. Mercedes-Benz KZ десе бірден мінсіз сапа келеді ойға. Көрдіңіз ба, мақтайды бірінші. Бірақ аккаунтына қарап, олай деп айта алмайсың, себебі қазақша ақпарат жоқ депті. Заңғар Тоқтарбай. Құрметті Mercedes-Benz KZ. Қазақша ақпаратты қайдан көруге болады? Көрдіңіз бе, қандай сыпайы? Тіпті әзілдесетіндер болады. Сәлем, Mercedes-Benz KZ. Өтініш тұтынушылар құқын бағалап, орысшамен қатар қазақша ақпарат берсеңіздер. Ваташи бір нәрсе. Қазақтар екі бөлінеді. Toyota және Mercedes. Әзірше қазақша жазатын Toyota алда келе жатыр деп, енді кішкене әзіл соғыпты. Мысалы үшін жалғасы бауырымыз мынандай пікір қалдырыпты. Ресми аккаунттарыңыздағы әр постты қазақша, орысша жазып тұрсаңыздар, күшті болар еді. Биоға да қазақша ақпарат қоссаңыздар, қазақша сөйлейтін клиенттеріңіз көп қой, солар мәз боп қалар еді. Саны да артар еді, рахмет депті. Қазақша жаз жобасының ең маңызды нысандарының бірі осы Каспий KZ. Мен өзім есімде дұрыс қалған болса, осылар 2 жылдан бері сөз беріп келе жатыр да, сөз береді да. Біз қазақшасын дайындап жатырмыз, қоямыз. Смартфондағы қолданбаларымызда әлі де қазақшасын қойма жатыр, дайындап жатырмыз деп айтып отыр да 2 жылдан бері. Адамды шаршатып, мазақтағандай. Бұл қазақша жаз жобасы жиі бұлардың да мазасын алып жатыр, өте мәдениетті түрде. Мен жақында осы туралы да олар жеңіске жетеді деп сенемін. Сол үшін құрметті ағайын, ана кісінікі дұрыс, мына әдіс дұрыс, маған Қуат ұнайды, Роза апай ұнайды, Оғыз ұнайды демей, кімге қандай әдіс ұнаса, соны қолдаңыздар. Мен сіздердің өтініштерім осы тіл майданның жаңа фронты. Әдемі, сыпайы, саясатқа араласпайтын осы қазақша жаз парақшасына міндетті түрде жазылыңыздар. Жазылып алып, мен Оғыздан естідім, сол үшін келдім сіздерге деп айтыңыздар. Міндетті түрде бұл кісілердің мәдени шабуылдарына, шараларына қатысыңыздар. Күнде жарияланатын нысандарға қанша көп адам жазатын болса, мәдени түрде адамды ренжітпей, қазақ тілін талап ететін болса, біз жеңіске жетеміз және ол жеңіске жету мерзімін қысқартамыз деп мен сенемін. Мен 1000 рет айтсам да шаршамаймын достар. Қазақ тілі үшін күресіп жатқан адамдардың бәрі қымбатты. Сізге қайсысы ұнаса, көбірек оған қолдау көрсетіңіздер. Бірақ мынау жаман, ананың әдісі маған ұнамайды деп жамандамаңыздар да. Кім болса да ше, бәрі ұнаса, бәрін қолдаңыздар. Тек қана бірлік болсын да, әркім өз жолымен, өз күшімен қандай қызмет жасаса, соны істей берсін. Тіл жанашырлар негізі көп. Мен әрбір мектеп оқытушысын, университеттерде сабақ беріп жүрген мұғалімдерді де, қазақ тілді мұғалімдерді де тіл күресшісі деп есептеймін. Алла тағала оларға да күш берсін. Кейде ренжіп қаласыздар ғой, бірақ билікте де, мемлекетте де көп деген тіл жанашырлары бар екенін мен білемін. Олар да қолдарынан келгенше қызмет етіп жатыр. Енді бұл өте қасиетті жол, өте қасиетті күрес болғаннан кейін, кім қандай әдісті жақсы көретін болса, кім қайсы қозғалыстың стилін ұнататын болса, көбірек оған көмектесіп, оған қолдау көрсетсін. Сіздерден мен сұрайтыным, өтінішім, тағы бір рет айтайын.
осы қазақша жаз қозғалысы маған қатты ұнады. Мен ең жақсысы осы деп айта алмаймын. Жақсылардың бірі де бұл мен үшін. Бір кісі ме, бірден көп кісі ме, кім бастаған болса осы жобаны, осы қозғалысты, мен оған бүкіл түркі ұлтының атынан өз рахметімді айтамын. Тұран елі бір болсын, Қазақстан мәңгі жасасын.